Сәлем достар, бүгін сіздермен қарыннан манты жасаймыз. Қарынды жақсылап жуып, оны қайнатып алдым. Пісіріп алдық. Енді оны мясорубкадан өткізіп жатырмыз. Мясорубкадан өткізіп алдық. Енді оның қамырын дайындап жатырмыз. Қамырымыз да дайын болды. Енді оған азырақ картошка, пияз қосамын. Картошка, пиязды ұсақтап турап, төрт бұрыштап, майдалап турап аламыз. Пиязды да осылайынша төрт бұрыштап, майдалап турап аламыз. Пияз, картошка, кейін қарын үшеуі дайын болды. Енді оған азырақ қара бұрыш сеуіп, тұз сеуіп, әртүрлі дәмдеуіштерді сеуіп, дәмдетеміз. Қарынның өзі онсыз да майлы және дәмді, свежий қарын болғандықтан. Енді қамырымызды осылайынша жұқа етіп жайып алдық. Оны осылайынша төрт бұрыштап кесіп аламыз. Фарштарын салып, оны манты түйеміз. Өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Осылайынша мантымызды түйіп алдық. Мантымыз енді дайын болды. Мантаваркаға салып 40 минутқа пісіріп аламыз. Мантымыз дайын болды. Өте дәмді манты дайын болды. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды